Бүгін немістер Шотландияға қарсы 4 гол соққан соң, ұят болмасын деп біреуін өздеріне соқты. Сонымен матчтағы 6 голды да турнир иелері соғып, алғашқы ойынды сұмдық шоу етіп, жанкүйерлерге көрсете білді. Оператор өзі Нойерді көрсетті ме? Нойердің түрін тек әнұран кезінде ғана көрдік-ау. Көптен күткен Еуропа чемпионатын осындай матчпен бастау деген неткен тамаша. Әр матч осындай болса, футбол жанкүйерлеріне басқа не керек? Бірі Еуропа чемпионаты қиын десе, бірі әлем чемпионаты деп үн қатуда. Негізі екі турнирдің де өзіндік ерекшеліктері бар. Еуропа чемпионатында көбінесе тактикаға сенген матчтар көбірек болса, әлем чемпионатында жеке шеберлікпен ақ шектеліп қалған командаларда жетерлік. Әсіресе олар сол оңтүстік Америкадағы елдер. Жарайды, оны қойшы. Бүгінгі тақырып Германияда өтіп жатқан Еуропа чемпионатының алғашқы матчы жайлы болмақ. Яғни Германия мен Шотландия арасындағы тартысты ойын. Дәлірек айтқанда Германияның тартысты ойыны, ал Шотландияның білмеймін, жай алаңға шыққандары. Шолу жасайық. Сіздермен бірге желаяқ телеарнасы және де оның жүргізушісі мен Беклан. Маған қолдау ретінде видеома лайк басып, арнама тіркеле кетіңіздер. Ол мен үшін өте маңызды. Екі құрамның құрамдарына назар аударайық. Немістер Нагельсман өзі мықты деген құрамды шығартты. Әдеттегідей орталық шабуылшы жоқ. Ол қызметті Кай Хаверс атқармақшы. Негізі Хаверс Мусиала мен Вирсте ұқсас бір позицияда ойнайды. Бірақ бұл жолы бір-бірінің орындарына ауысып жүгіретін секілді болып көрінді. Ал Шотландия құрамында көпшілік танитын санаулы ғана футболшылар бар. Бірақ әлсіз ұжым Еуропа чемпионатына жайдан-жай шыға ма? Ойын басталды. 10 минутта Вирс Кимихтің пасынан кейін қақпаның сол жағына теуіп есепті ашты. Қақпашының қолы тисе де, жойқын әрі айналып ұшқан доп одан кейін қақпаның бағанасына да тиіп, бәрібір тормен құшақтай жөнелді. Жас талант осы жылы Байерді үздік ойын көрсеткен болатын. Міне, Еурода да соны дәлелдеп жатыр. 10 минутта кросс Гюндоганға. Ол біршама ойыншының арасында ашылып бара жатқан Хаверске тастайды. Кай көп ойланбастан артындағы әріптесі Мусиаланы көреді. Мусиалада уақыт жоқ. Сұмдық соққыстың арқасында голға ие болды. Есеп 2-0. Осы кезде бір қызға айтайын. Германияның тарихы бойынша Еуро турнирде гол соққан ең жас ойыншы ол Вирс атанды. Жаңағы голы. Ал екінші орында тұрған Мусиала. Оның да жаңа салған голы. Егер Вирс бұл турнирде гол соқпағанда, бұл рекорд Мусиалаға жазылып кетер еді. Осы екі ойыншының алдында бұл рекордты ұстап тұрған Хаверс болған. 42 минутта қарбалыстан кейін Гюндоган соққы жасамақшы болады. Алайда Райан Портес оң аяғымен екі аяғымен тіке кіріп кетеді. Бұл әрекет оның Гюндоганға соққы жасауға мүмкіндік бермеу емес, толық турнирден шығарып жіберу болғандай көрінді. Әлбетте қызыл қағаз және пенальти. Нүктеде Хаверс соққы және гол. Есеп 3-0. 60 минутта Фюлькрук бұл командада нағыз шабуылшы мен деп тұрып деттегеніне жетті. Гюндоганнан кездейсоқтықпен үйтіп-бүйтіп келген допты 9-дыққа шегені балғамен ұрғандай қадап қойды. Қақпашы да ырымын жасап секірді. Алайда мұны қанша секірсең де ұстау мүмкін емес. Әдемі гол кірді. 87 минутта Шотландия капитаны Робертсон айып соққысын пайдаланып, айып алаңына пас тастайды. Бірнеше адамға тиіп барып, эпизод ақыры Рюдигердің басымен аяқталды. Автогол. Есеп 4-1. Осы уақытқа дейін Шотландия мүлде шабуыл жасамаған. Немістер сәл ыңғайсызданып қалды. Соңында өздері сап берді. Екінші таймға қосылған 3 минутта Мюллер Эмре Жанға пас шығарады. Допты жақсылап қабылдап, арғы бұрышқа ондай қатты теппей-ақ гол авторы атанып кетті. Бәлкім қақпашы бұл шиіріп келе жатқан допты көрмей қалды. Ал ойынның үздік ойыншы номинациясын Мусиала алыпты. Әдем ойнады. Мына Шотландия үшін масқара. Мәселе 5 голда емес, мәселе ойындарында. 90 минут бойы бір ғана соққы жасапты. Оның өзі сол Рюдигердің басына тигенге дейінгі Скотт Маккенаның қате соққысы екен. Шыны керек, Шотландияның ойынын көріп, қарным ашты. Бұлай ойнайтын болса, не үшін келеді мұндай турнирге? Орындарын Холланд пен Эдегор бастаған жігіттерге бере салғанда дұрыс болар ме деп қоям. Келесі матчтарын жақсы ойнайды деп сенеміз. Ал Германия таң қалдырды. Басында қатты сенбедім, себебі соң кездері бір көз соятындай ойын үлгісін көрсете алмай жүрген бұл команда. Бәлкім күшін осы турнирге сақтап отырды. Чемпион болға ден лайық. Әңгімем осымен тәмам. Қолдап кетуді ұмытпаңыздар.
аман болыңыздар.